Сәлеметсіздер ме? Мен Табалдиева Алтынай Маратқызы, Мұхтар Әуезов атындағы номер 33 орта мектебінің ағылшын тілі пәні мұғалімі. Сіздермен табыс алаңы марафоны аясында ChatGPT және басқа да жасанды интеллект құралдарын ағылшын тілі сабақтарында қолданылу тақырыбында өз тәжірибемен бөліскім келеді. Мақсатым оқушылардың ағылшын тілі пәні үйренуіндегі мотивацияларын арттыру, білім беру процесін жекелендіру және тиімділігін арттыру мақсатында ChatGPT және де басқа да жасанды интеллект құралдарын ағылшын тілі сабақтарында қолдану тиімділігін анықтау. Қазіргі таңда ағылшын тілі сабақтарында жасанды интеллект құралдарын пайдалану қарқынды дамуда. Соның ішінде ChatGPT жасанды интеллектісінің мүмкіндіктеріне тоқталып өткім келеді. Біріншіден, кез келген тақырыпқа байланысты әртүрлі әдіс-тәсілдерді пайдалана отырып тапсырмалар құрастыруға болады. Соның ішінде, мысалы, мәтінді GPT чатына салып, оған сыныбыңыздың жас ерекшелігін және деңгейін көрсететін болсақ, соған байланысты тапсырмалар құрастырып бере алады. Ағылшын тілі сабақтарында оқушылардың сөйлеу дағдыларын дамыту үшін біз суреттерді сипаттау деген сияқты тапсырмаларды көп орындатамыз. Сол суреттерді табу үшін ChatGPT чатына жүгінсек болады. Мысалы, мына жерде кітап оқып тұрған бала қолында ананасы бар деген сұрау берілген. Сол кезде бізге GPT чаты мына суретті берген. Кейіннен ол бала көңілсіз болу керек деп сұрау өзгертілген. Сонда GPT чаты баланың эмоциясын өзгертті. Қатар GPT чаты үлкен материалдарды қысқартуға да көп көмектеседі. Ақпан айында ағылшын тілі бірлестігінің апталығының жабылуына Ромео мен Джульетта қойылымын көрсеттік. Сол қойылымға оқушылардың жас ерекшеліктеріне және деңгейлеріне сай етіп GPT чаты сценарийін құрастырып берді. Dreamface жасанды интеллектісі оқушылардың ағылшын тілі сабағында сөйлеу, шығармашылық, цифрлық сауаттылық дағдыларын дамытады. Бұл жасанды интеллект арқылы әртүрлі кейіпкерлерді, тарихи тұлғаларды, атақты адамдарды, тіпті оқушылардың өздерін де сөйлете аламыз. Осылайша оқушылардың сабаққа деген ынтасын көтеруге болады. Келесі кезекте eShare платформасына тоқталып өткім келеді. Бұл платформа телефон мен LED экранды бір-біріне байланыстыруға көмектеседі. Мысалы, ашық сабақ өтіп жатқан мұғалім топтық жұмысты немесе жұптық жұмысты артта отырған мұғалімдерге көрсету үшін телефонның камерасы арқылы экранға шығара алады. Genially платформасы. Бұл платформаның да көптеген мүмкіндіктері бар. Соның ішінде мен өз сабақтарымда жаңа тақырыпты ашу үшін Jigsaw puzzle тапсырмасын қолданамын. Бұл пазлдың астында бір сурет жасырынған. Ол сіздің жаңа тақырыбыңыз болуы мүмкін. Әр пазлды аша, бөліктерін аша отырып, сол суретке оқушылар жетуі тиіс. Формативті бағалау жүйесін тиімді жүргізу үшін Quiz-is, Quiz.com, Socrative, Magic School деген сияқты платформаларды қолдану арқылы жүргізуге болады. Осы платформалардың ішінде өзім көп қолданатын Quiz-is платформасы. Бұл жерде мұғалім multiple choice, true, false, matching, test сияқты тапсырмаларды құрастырады. Құрастырған тапсырмалардың сілтемесін немесе QR кодын оқушыларға береді. Оқушылар сол сілтеме QR код арқылы кіріп тапсырмаларды орындайды. Орындалғаннан кейін дұрыс еместігі мұғалімге LED экраннан шығып тұрады. Функциясы өте көп жасанды интеллектінің бірі Classroom Screen. Бұны мұғалімнің жеке көмекшісі деп атауға болады. Себебі LED экранда мұғалім оқушыларға тапсырмаға берген уақытын көрсетіп қоюына болады. Видео, аудио материалдарды сол бетке енгізіп қоя алады. Сыныптағы тыныштықты сақтауға да көмектеседі. Және де мұғалім бұл платформаны рефлексия жүргізуге де қолдана алады.